жалғасып алайық. Енді құрметті құдалар, құрметті әулие үлкендері, тойханаға жайғасып дүбірлеген тойымыз басталсын деген ниет болса бір қошемет соғып көрсек қалай болар екен? Рахмет, міне көптен күткен ұлы тойда міне екі елдің арасында алтын көпір құда той деп жатырмыз. Жетісуда тоғыстырған қаймағы бұзылмаған өлкеде Райымбек Қарасайдай батыры бар, Сүйінбай Жамбыл Мұқағали Есенқұлдай ақыны бар. Баққонған ырыстарған келді қасиетті мекеніміз Жетісудың жері Жамбыл ауданы Ұзмағаш ауылының төрінде бүгін міне Серіктай ағамыздың шаңырағында құда күту той болды. Даналық сөз маржанын ойға берген, ой сана сезімталдық ойға берген, Алланың нұр жаусын қадамыңа, армысыздар құдалар мен ағайындар, тойға келген деп бір қошемет көрсетті. Рахмет. Ал енді айтқан екен дейді, өмір күрес әрқашан өмір майдан, жас ұрпақ ақбатамен тамыр жайған, тыңдайықшы ғибадатты асыл сөзді, төрде отырған аталар мен апалардан, халқымнан менің халқымнан шарықта бүгін шалқыңдар, ақ батасын беретін үлкен кісі қартың бар деп, иләхи әумин деп дастарханымыздың бетпердесін ашып беретін Рамазандай ағамыздан батал сақтап жатырмыз. Рамазан аға қай дастарханда отыр екен? Ал иләхи әумин қол жайық дастарханның басынан бата бол. Теңге салып көзіп басқа қойдық біз. Елдігесі болу берекелігіміз аса берсін. Бүгінгі жаңа қатымды екі жас. Өмірлі бақытты, құдалыққа жылдық, жылдық дәурен. Ай бәрекелді. Ал батаңыз бәрді ол болсын. Ал құрметті ағайындар, ас адамның арқауы деп енді астан дәмнен алып отырыңыздар. Міне дүбірлеген тойымыздың басын бағана шаңырақта жалғастырсақ, енді тойханаға келіп отырмыз. Енді білетін кісілер бар, білмейтін кісілер бар. Екендің арасын тағы да бір таныстыратын сәт келер. Енді сіздер астан дәмнен алғанша тойдың басын дүбірлі әннен бастап, ән көңілдің ажары той таусылмас базары деп бүгінгі осы отау көтерген Рысбек пен Гүлнарадай алтындай қарындасымыздың міне осындай тойы болып жатқан кезде арқайып кең дастарханнан дәм алып отырыңыздар. Той қуаныш құтты болсын деп тойдың басы бір әсем ән болсын деп жатыр. Тамақтан алып сіздердің құрметтеріңізге дей салтым деп бір қалғаны болсын екен. Той құтты болсын. Өзім әрі
шапалақ ұрсаңыздар жетеді енді. Біз кішкене шапалақтан шабыттанатынымыз бар еді, енді қонақтардың көңіл күйіне байланысты болады ғой. Ал рұқсат етсеңіздер астан дәмнен алып отырыңыздар. Осы дастарханның үстінде тілек барысы болатын білесіздер. Көлмен көл қосылса теңіз болады, елмен ел қосылса егіз болады. Сіздердің ақ тілек баталарыңыз бүгінгі міне отау құрған жастарымыздың өніп өсуіне негіз болады деп міне жақсы сөз жарымыр істеп тілек айтып жатамыз ғой. Енді құрметті ағайындар, құрметті құдалар, міне біздің Жетісудың жері Жамбыл ауданы, сода міне сыр елі, жыр елінен құдалар келіп ат басын тіреп жатыр. Құдалығымыз мың жылдық болсын деп, біздің Жетісудың қонақтары құдаларға бір қошемет көрсетіп қойсақ қалаймыз. Бәрекелді. Міне ақындар мен батырлардың елі деп бүгін мен осы ұзынағаш ауылымыздың төрінде дүбірлеген тойдың бірі осы той деп есептейік. Тойдың төресі құдалық деп міне үлкендеріміз жақсылар мен жайсаңдар жиналып отқан кезде осы тілекті бата мен тілектердің ағынып төгілетін сәті болады. Рұқсат етсеңіздер еді той төріне үлкендерімізді ақ тілек барысына шақырсам. Осы қандай үлкендеріміз келді, әулеттің қай қонағы шықты деп міне құдалар сол тараптан танып білсеңіздер де болады. Тілек жеткізіп жатқан кісілер міне осы құдаларға осы елдің қандай ет жақын бауыр екендеріңізді кішкене таныстырып білістіріп отқандарыңыз дұрыс болар еді. Енді қазір таныстырсам микрофон айланып, мына стол, ана стол дүбірлеп уақытты алғанша тілек барысында нық жеткізе салсақта дұрыс болар деп жатырмын. Сондықтан рұқсат етсеңіздер міне қарты бар үйдің қазынасы бар деп үлкендерімізді той төріне шақырғым келіп отыр. Рұқсат етсеңіздер міне несіне қуанасың бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне бірі күтіп әнекей жағада тұр. Үлкен кісі болмаса қасымызда, сонда орнайды жетімдік басымызға. Жалаңашқа шекпенін шешіп беріп, бір күлшесін ұсынған ашымызға. Арсыз күлкің басылмас алаңыңда, айызыңда басылмас шылауыңда. Араздасып ағайын кетер едік, бір қария болмаса бір ауылда деп міне қарты бар үйдің қазынасы бар деп үлкендерді сыйлап, үлкендердің батасымен өніп өскен жандар болғандықтан алғашқы әуелгі тілекті үлкендеріміз бастасын деп үлкен әулеттен ең бірінші болса Зиядандай апамыз тілекті бастаса, үлкен нағашы апамыз деп ескерткен болатын. Болатбай ағамыз, Анарбек аға, Марат аға, Қанша апайымыз бар, Рысқали аға, Рамазан аға, Бақыт Жамалдай апайларымызды көңіл күймен билеп той түріне шақырамыз. Қалай? Құрмет қасаметін рахмет. Тура апам күшті билеп атқан кезде сіз шақырып алдыңыз. Апамның тура әңгімесін қыздырмай тұрған кезде сіз бөліп алдыңыз. Бәрекелді, ал құрметті ағайындар, міне алтындай құдаларымыз, әулет үлкендері міне осы кісілер. Рұқсат етсеңіздер міне ақ тілекті, осы бата тілекті бастайтын осы әулеттің сыйлы қонақтары болады. Ал сіздердің құрметтеріңізге және бүгінгі отау көтерген жастарымызға деген ақ тілекті арықтатын осы үлкендеріміз болсын. Ал алтындай апамыз міне ақ жаулығын таққан, өзіңізден үлкен жан көрген жоқпын, өзіңіз бастайсыз деймін. Көпшілік қауым, бүгін мен Серігім мен Ляззаттың қызының шаңырақ көтерген тойы. Енді тойлары құтты болсын. Балалардың босағасы берік, аспандар ашық болып, дендері сау болсын. Ал құдағидар, сіздердің жолдарыңызға гүл бітсін. Алла жақсылық беріп, екі балаларың аман болып, екі жаққа бірдей мейірімді, қайырымды болсын. Енді осы барлығымызға да осындай Алла қызық берсін. Менің Гүлнарам енді жаман емес, жаман демеймін, енді Гүлнарам өзім бағып, өзім қаққан қызым. Бірақ та Серіктер алып oldu, менің қызым деп. Содан кейін жастар ұзақ болсын, осы қатар берік болсын енді. Алла жақсылық берсін соларға.
өсе берсін, биіктей берсін, өз құрбыларын алды болсын. Мынау күннің баласы дегізбесін Алла. Алла мені содырға ғұмыр жас, Жамбылдың жасын берсін енді. Нұрсұлтанның ақылын берсін. Құрметті тойшының қауым, мен мына тәтенің бауыры болам деді. Осы тойдың иесі. Мен мынау қызлардан ақтар күтпеген құдалар төрге шыққан орындар 10 жылдық болып, аяқтарыңызға бұт гүл-береке берсін. Бүгін мына чаңырақ көтеріп отырған екі балаға тілейтініміз, сіздер жақта, біз жақта бір-ақ тілек бақытты болып айтамыз. Енді балаларымыздың аман, дендері сау болып, ғұмырлары ұзақ болсын, құдалығымыз 10 жылдық болсын, Қызылорда мен Алматының арасы жол болсын, тіккен отаулары биік, шаңырақтары берік болсын. Рахмет. Ал енді құдағилар келген қадамдарымызға гүл бітсін. Мына 2 жасымыздың шаңырағы биік боп, келгендер келін боп, босағалары берік боп, аспандарға шыққан дегендері сау, үлгілі бала-шаға болсын. Алыстан құдаларға жолдарыңызды гүл бітсін. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Бала-шаға қызығын көріңіздер. Ал құдалар түрге шыққан құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Жақсы, тату тәтті құда болайық. Серік, Ляззат, ұл ияға, қыз қияға қонғанда, арман бар ма ата-анада жалғанда, бір баласы екеу болып отырса, жетті деген осы емес пе арманға деп, бүгін сіздердің арманға жеткен күндеріңіз, құдағилардың да сіздердің де. Енді 2 жасқа тілерім, бір-бірімді тәтті сыйлай жүріңдер. Қатар сұлу өмір сүріңдер. Қос ескекті қайықтарын тербеліп, алтын тойға дейін аман есен жүріңдер. Ал бүгінгі келіп жатқан құдағилар сіздердің енді төрде шығып отырған орындарыңыз құтты болсын, әрқашанда бақытты болыңыздар. Және де мынау өзім бауырым келіме айтарым енді 2 жастар бақытты болсын, енді тойларын тойға бассын. Және де 2 жасқа тілейтін енді бақытты болыңыздар. О жақта құдаларға, бұл жақта біздерге сыйлы болып, енді Серік, Ляззат, Астана мен екі ортаға енді жол болсын. Енді сәлем айтып кетіп қандай айдасыңдар, енді Астанаға бара алмадым деп, енді барасыңдар мен ары бері. Бақытты болсын балаларым, енді қызығын көріңдер, немере шөбере сүйіңіздер. Енді не деймін, енді 2 жас бақытты болсын, сіздерге де бақыт тілеймін, аман есен болыңыздар. Және де осы сыйлап келіп отырған құдалар, жолдастарым, көршілерімдер аман болайық бәрімізде. Тойда жолығайық, осындай тойға баса берсін. Бәрекелді, түгел жеткіздік па? Бәріміз айттық қой. Тілек тыңдаған кісілер болса бір қошемет көрсетер ме екен осы кісілер? Ал енді ой сіздерге бір тек айтайынса маған басып тұрған жарайды. Дастарханға жайғаса беріңіздер, қазір жеткізем, бәрекелді. Дастарханның басында жеткізуге болады. Осы тілектеріңіз қабыл болсын, үлкендеріміз аман болсын. Бағана айтқан едім, осы қазақ қарны тойменше ханға да сәлем бермейді деп, осы дастарханға енді жайғасқанда шақырып алған дұрыс емес, ең азабы болады деп қойсаңызшы. Бәрекелді, дұрыс ән көңілдің ажары деп тойды әннен бастап жатырмыз ғой. Ортада өнерпаздарымызда баршылық. Осы дегенмен де міне құдалар қауымына айтайын, сіздердің әулеттің келіні болып атқан біздің Гүлнараның қарындасымыз осы Алматы облысы Жамбыл ауданының міне өнерінің майдалманы болатын. Алматы қаласында да, облыста да осы той әлемінде де үлкен қызмет жасап, осы аға інілердің арасында талай дүбірлеген конкурстарда, жиналыстарда осы топ жарып жүрген біздің алтын қызымыз. Енді сол Гүлнара қызымыздың осы өнердегі ұстазы Жаннұр қарындасымыздың бір керемет әнімен той жалғасты деп жатырмыз. Бір қошемет көрсетіп шақырсақ ортаға енді. Әнші деген аттары бір көрдіңіздер ғой міне. Бәрекелді. Армысыздар, тойшыл қауым, тойларыңыз тойласа берсін. Тойларыңыз тойласа берсін.
қауым, тойларыңыз тойласа берсін, құдалықтарыңыз мыңжылдық болсын. Гүлнара Рысбек, сендерге тек бақыт тілеймін. Тек осы Қазақстандағы ең бақытты жанұяның бірі бола беріңдер. Осында тұрған барлық үлкен кісілерге елге арнау ән арнайын қабыл алыңыздар. Халықтарыңызда тамыршыда ән жырғаған жанрдай қыздарыңыз болатын, осы тойға кеп үлесін қосып Гүлнарадай қарындасымыздың ұлағатты ұстазы өнер әлеміне тәрбиелеген жанр қыздарыңызға тағы да бір қошаметті көрсетіп Ой, бәрекелді. Міне той халықтың қазынасы деп қарасаңыздар, міне жастар өседі, мұратқа жетеді. Енді жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп, осы ата-ананың арманы ұлды ұяға, қызды қияға қондырсам деген ең үлкен басты мақсатының бір емес пе? Сол енді рұқсат етсеңіздер, осы жетісудің жеріне кеп, алтындай келінді алып, алтындай құда болып жатқан біздің сыр елі, жыр елінен келген, осы әулеттің сыйлы да салмақты да алтын құдаларына бір кезек ұсынсам, таныстық барысы болсын, тілек барысы болсын деп, рұқсат етсеңіздер, өз уақытымызға өзімізде кішкене үнем жасап жатырмыз.
Мына қазақта сөз бар, құдаларың тату болса ырыс қонар, еңбекте өрістеген жұмыс болар, сыйласып алыс жақын құдаңменен тұрмысың күннен күнге дұрысталар. Болады жақсы құда мейірімді, сыйласы кеңейтеді пейіліңді, сыртыңнан намысыңды қорғап жүрер, ешкімнен таба алмассың кемдіңді деп, біздің әулетке келіп отқан алтындай құдаларға тағы да бір құрмет, қошемет көрсетіп қойса, құрметті ағайындар. Бәрекелді. Бағана келгенде де сіздерге де ескертіп жатқан шығар, осы Жетісудың жері Жамбыл ауданы, ақындар мен батырлардың елі деген өзіміздің арнайы осы құдаларға ескертіп өтетін жайымыз бар еді. Соның бірі осы ақындар деп осы той төріне шығып ән арнап жатамыз, би билеп жатамыз, бар өнерге салып жатады. Кейде бір әзіл туады артынан. Осы Жамбыл ауылына келген құдалар болса, өнерпаздардың бар өнерін көріп, ақындарыңызды көрдік, енді батырларыңызды қашан көреміз десе, біздің ауданның жігіттері, біздің батырлар екінші тостан кейін бірақ көрінеді деп жатады. Сол сияқты енді дәл осы жерде біз енді ондай батыр көрмейсіздер, тек құдаға деген сый құрмет көрсететін әулеттің жақсыларын көресіз деп. Енді рұқсат етсеңіздер, той төріне құдалардан тізім алынған жоқ, дегенмен де дәл осы әулетте ол тәрбиелеген қаһармандай құдамыз бен Гүлмирадай құдамыз бар екен болатын. Енді рұқсат етсеңіздер, дәл осы құда мен құдағиымыз топ бастаса, құдалардың үлкені болып, дәл той төріне біздің сыр елі, жыр елінен келген құдаларды құрмет, қошеметпен шақырайық той төріне. Қошемет болсын, ол құдаларға да келіп. Өлді алтын құдалар той төріне. Ал енді міне той төріне келдік, алтындай құдалар келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Міне осы Жетісудың жері деп осы алтындай құдалармен дәмсіңіз жараса, бүгін міне тойхананың төріне де жеттік. Енді рұқсат етсеңіздер, ақ тілек кезегінде осы әулетті жақсылап, тілек барысымен таныстырып өтсек те болады. Той төріне келіп отырғаннан кейін біздің елдің азаматтары, құдағилар қайғысы болды екен, сырелі жерелінен Астанадан келгенде құдаларымыз бар екен деп сұрайды ғой. Сондықтан да рұқсат етсеңіздер, арамыздан үлкенімізден бастап тілек жеткізіп, осы әулеттің қандай қонақ екендеріңізді ескертіп қойсаңыздар. Кімге өтейін? Бәрекелді, өзіңіз бастап таныстырып өтсеңіз. Ал енді тыңда. Ойра, құрметті халайық, қадірменді құдалар, қыз жатып келін түсіру құда болып ата-бабамыздың салты. Сол дәстүрді жалғастырып, мына сыр елінен ағайынның аманатынан қалап, тендерден өтіп 15 адам келіп тұрмыз сіздердің аулаларыңызға. Мына Гүлнара деген қызымыз бізге келін болып келіп жатыр. Сондықтан міне осы тұрған бір қауыммен бір облыстың, бір уәлайеттің аманатын арқалай келіп тұр. Сондықтан міне бастап келіп жатқан біздің Тұрар деген құдаларыңыз бар, Сәулегіл деген құдағиларыңыз бар. Бұл құдағиыңыздың әкесі мен шешесі, Рысбектің нағашылары. Осы кісілер бастап міне алдымға шықты. Осы кісілер тілек айтсын, ары қарай кім тілек айтады таныстырып отыр. Ай бәрекелді, құдаларға бір қошемет соғып қояйық, құрметті ағайындар. Ай рахмет. Құдалар сыйлап құрметтеп отырғанда көптен көп рахмет. Бағалы көптеген кеттер айтып отыр, бәрі қабыл болсын. Мен енді Гүлмираны қызым демеймін, рәшік бар жерде. Жоқ жерде ғана қызым деп айтады. Енді алғашқы немере 18 немере бар, соның алды бастап тұрмыс құрып, отай тұрып атыр. Отайлары биік болсын, бақытты болсын,
мына сіздердің өрістеріңіз келіп өрістерінде отыр, біздің де ішімізден бір шаңырақ қосылып жатыр. Шаңырағымызға бәрі құтты болсын, шаңырақтары биік болсын, отаулары кең болсын, бақытты болсын. Осы балдардың қызығын көріп, өстіп ойнап күліп жүре береді. Құда құдалығы. Мен қызым беремін, әлекте өз айтып қойды. Кепір шағыстырған болсын, әлекең айтты енді, мойындаймын. Өз айтып қойды. Ал құдаларына жайған тастатқандарыңыз берекелі болсын, екі жас бақытты болсын, тіккен отауларың шаңырағы биік, қосағансы берік болсын. Мына сыйлап не қылып жатқандарыңызға көп рахмет. Аман болыңыздар. Аманшылықта, зор денсаулықта кездесейік. Қадірменді құдалар, жаңа айтып отырмын мына кісілер. Жігіттің жақсы болуын нағашысынан деп. Нағашыларынан бірінші беріп құтылып алайын деп отырмын. Осы біздің құдалықты бастап келіп жатқан үлкен кісілер болғаннан кейін. Мынау Қаһарман деген құдаларыңыз, Гүлнара деген құдағиларыңыз, сіздердің күйеулеріңіздің ата-аналары. Енді мына Қаһарман деген біз мына білесіздер ғой, Қызылордадағы жүздің жеріміз, жүздің жері. Сол Шөмекей деген ру бар, сол Шөмекейден тараған тармақ бар Сарғасқа, оның ішінде Адамбай деген мына кіші жүздің Сарғасқа Адамбай мына құдаларымыз. 72-ші жылғы құдаларымыз, 73-ші жылғы құдағиларымыз. Бұл кісілер төрт ағайынды бағана Серік құдаңның отбасында айтып едім. Енді осы үлкен шаңырақта ұстап отырған құдаларымыздың үлкен сестрасы келіп отыр, апасы, апайы. Гүлнара деген Гүлнара құдағиларымыз. Өткенде Гүлнара осы кісінің қолына түскен, бұл кісілердің мама папалар болған қырғалтысы бар. Табынбай Амангүл деген кісілер үлкен құдалар. Бұлар енді өмірден өтіп кетті, бірақ сол шаңырақта ұстап отырған Гүлнара құдалар айтсын. Құрметті бүгін Серік құдаң мен құдағиыңның отбасына тойына келіп жатқан тойшы қауым, бүгін тойларыңыз қазыналы болсын. Менің екі інім мен келінім бақытты болсын, баянды болсын. Осы сіздердің айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Әр уақытта шаңырақтары биік, босағасы берік болсын. Тек бар жақсылықты екі жақтың ата-анасына қызықшылығын көрсетсін. Бағана айтып жатырмыз ғой, жаңа дорба қатынайды, жорға қатынайды, жұрттың сүйіп, бағана өлеңнің кезінде де айтып кеттім, жаңа жұрт сүйсінетін, жамандауға ешқандай ниетті жаңағы сөз таппайтын, сондай бір биік отбасы болсын деймін. Әр уақытта мерекелеріңіз үстем болсын, балаларыңыз тексіздерге бар жақсылығын көрсетсін. Інім мен келіме де айтамын, осы балалар бақытты болсын. Бәрекелді, айтсаңыз келсін. Енді мына қыз алып отқаннан кейін кінәлі адамдарымыз ғой, сосын арамыздан кішкене сіздерге арасында көптеп сөйлеймін. Қансаяқ деп мынау сыр елінен келіп жатқаннан кейін, Астанадан келіп жатқан Алтынай құдағиымыз отыр осы жерде. Алданның екеуі бір тілек айтсын. Құрметті тойшы қауым, сіз жаққа жақсы игі тілектер айтып жатырмын. Періштенің құлағына шалынсын. Мына екі жас бақытты болсын, тойымыз тойға алсын. Биыл жаңа артынан нәрестеге келесі жылы бесік тойға келейік бәріміз. Тойларымыз тойға алсын. Көп сөйлемей қайынен. Ой, бәрекелді. Құдаларыңыздың үлкен бажасы Астанада тұрады. Алдан деген жігіт. Ассалаумағалейкум. Құдалар, бүгінгі жайып жатқан дастархан кеңінен жайылсын, қуанышқа жайылсын. Әрқашан осындай кең дастархан басында тойда кездесіп жүре берейік. Екі жастың ортасында бас қосылады, сол кісілер бақытты болсын, өмір сүрлі болсын, сол қуанышты болсын. Бәрекелді, Астанадағы кісілер тілекті қысқа жеткізіп жатыр. Дұрыс. Арқарда. Сізге құда, Ляззат құдай, мына енді біз әр жақтан бір ауылда туып, осы тұрған бәріміз бір ауылдан шыққанбыз. Қазір біреуміз сол Қызылордада, Астанада, Алматыда, жан-жақтан келіп жатырмыз ғой. Сондықтан бір ауыз сіздерге тілек айтсын деп, атын атап түсіністеп беріп жатыр. Енді мына туған сіздерге құдағиларыңыздың осында бірге туған бауырлары отыр.
бұл кісілер өзі 4 ағайын болатын, қазір 3 ағайын болып, біреуі өтіп кетті. Сондықтан міне құдаларымыздың інісі, келіні, тағы бір інісі бар, әкесінің інісінің баласы. Келіңіздер, жақынырақ келіңіздер, дұрыс. Бір ауыз тілекпен. Балалар, кетейін. Құрметті ағайын, бұл жылғы той құтты болсын, жасқасты болсын. Құтты болсын, бекер бақыт болсын. Құрметті тойшы қауым, той қазалы болсын. Барлық себеп әуелі Алланың арқасында, екіншіден ырысбекпен біздің құдалығымыздың. Екі жас бақытты болсын, тұрған шаңырақта биік болсын, керегелер кең болсын, босағасы берік болсын дейміз. Тек екеуі барлық жақсылықта мен қуаныштарын көрсетіп, ата-аналарына бақытты жанұя болып, өсіп өмір бере берсін. Құдаларымыз бірлеген. Құрметті ағайын, жас бақытты болсын, шүресін, ешан, ел болсын. Саған тауға болсын, аман болай, бірінші аман болай. Аманыздар, болсын. Рахмет. Енді мына жерде осы жердің үлкені өзім болып қалдым. Елмен танысқаннан кейін адам үлкен бола береді, ол қанша тұрған болады. Мына Рысбектің нағашысымыз біз. Осы жерде жалғыз емес, Некрам деген ұлым келіп отыр Астанадан. Азиза деген қарындасым келіп отыр. Жолдасым Гүлнар ұлдарды. Абзал деген менің досым келіп отыр. Біз нағашылар болып, Ерболат, біздің жақта өзі тұғыла береді. Нағашылардың артынан бір-екі тілек айтайық сіздерге, Секең мен Ляззатқа. Дұрыс бәрекелді. Нағашылардың артынан бақа бір-екісі бір-екі тілек жеткізейік. Ассалаумағалейкум. Енді бүгінгі менің жиенім мен келінімнің тойы құтты болсын. Ляззаттың. Сізге құдағиың, енді әрқашанда сіздердің бүгінгі жасаған жайы құндағыңызға құтты болсын. Рахмет сіздерге әрқашанда болар бақытты болсын. Аспект дегенмен жиен емес, аспект дегенмен өңдер кеткен жігіт. Аспект інің болғанда сіздердің қыздарыңыз келдім. Әрқашанда бақытты болыңыздар. Сіздерге бақыт тілеймін. Сондықтан да сіздерге әрқашанда Зағдағи көпшілігін ғайын. Зағдағи әрқашанда мына ойда шаңырақтарыңызда ерте білім қосып. Ой, ағаштардың атынан тілек. Анда-санда құдалықта болғанымызды өстіп білдіріп қойғанымызды емес. Мына енді Азиза сөйлейді. Сәлеметсіздер ме? Тойға жиналған тойшыл қауым. Ағай, апай, табылыңжай, дастархандарыңыз тек қуанышқа жайылсын, тойға жайылсын. Әрқашан осы отбасыда тек тойға келейік. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Ой, рахмет. Ал енді құрметті қалайық, құдалары. Осы Секеңнің отбасының, Ляззаттың отбасына осы Гүлнараны алып қашқанда аяққа жылуға мен келіп едім. Әйелім мен алдан келіп Фарида менен. Сосын осы кісілер маған біртүрлі жақын, сосын мына жерде басқа айтып жатқаны айып көрмеңіздер. Секе, Құдай тағаланың берген бақытын қызымды жатып, ұлымды үйлендіріп, құда болып құшақтасып тұрудың өзі, Құдай тағала адам айтқан, мен сендерді екегіден жараттым, себебі жұп құрып өмір сүріңдер деген. Жұп құрып бір шаңырақта құрып біздің тілек айтып жатырмыз. Осы құрған шаңырақ биік болсын, жастарымыз бақытты болсын, өмір бақи екеуі осы сіздермен біздерді қуантып жүре берсін, құдалығымыз ыңғайлы болсын, сіздерді сондай жақсы көреміз. Мен әйелім ұзартып кетіп,
соғыс менің әйеліме төстемесем төрбетер деген бір сөз айта алмайды ғой. Неге қапа болып қаламадым, берейін деп тұрмын. Құрметті тойшыл қауым, көргендерін жасасын деп қояйыншы. Сіздер бүгін қуаныштымын, дамып отырмыз, тойлап отырмыз. Бауыржан ауырып жатқан екен, өмірде ең батыр қыз бала деп. Бір үйге шыға деген үйге сіңуді оңай емес, негізі. Балаларымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, үлкен семья болсын, үкілі шүкірлі болсын. Екіншінің атарым, әжеге, апаға, сіздерге үлкен рахмет біздің артымыздан. Осындай қызды жеткізіп өсіріп, біздің алақанымызға салып беріпсіздер. Көп рахмет сіздерге ескерткім. Аншеге енді сіздердің бас құдаларыңыздың, бас құдағиларыңыздың бала шағасымен төстіміз, енді осы кісілердің арқасында өсіп отырғанымыз. Міне, бас құдаларыңыз Қаһарман, құдағиларыңыз Гүлнара, екі ұлы менен тілек айтады. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Тойларыңыз қазір болсын. Бұл жылдығымыз арта берсін, қазір бақытты болсын. Осы екі баланың арқасы осы сөз сөйлеп тұрғанымыз. Тек аманшылықта осындай тойда кездесейін, отбасымыз тек аман болсын, тек ауызбіршілік тек үлкейінде болады. Ой, бәрекелді айтқаныңыз келсін енді. Ал енді дұрыс құдағидің түйіндеу сөзі бар, жігіттерден осы. Тойға келген тойшыл қауым барлықтарыңызға Рысбек аға, Гүлнара жеше, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Өстіп, тойдан тойға баласыз жүрейін. Ой, бәрекелді. Ал барады. Ассалаумағалейкум, кешір. Әскерім жинау отырғаныңызға рахмет. Поддерживайте сіздерге рахмет, осы ритуалды қарсы алып бар. Дастархан жайып, қарсы алып жатқандарыңызға алла разы болсын. Енді Рысбек, Гүлнара, бақытты болыңдар, өміріңіз бірлі болыңдар. Сіздерге де рахмет. Саған да келіп тұрыңыздар. Ойлақтар өсіп сөйлейді. Әйел мына құдағиларыңыз, менің қарындасым, Гүлнара осы үйде не болса да той болсын, әйел адамға жүрген арқаланып күнде келіп жатыр. Осы Гүлнара құдағиларыңыз бір тұрыстап тілек айтсын енді. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, мүлік болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңызда әрдайымда тек қуаныш, той бола берсін. Ал құрметті құда, құдағай, міне бүгін енді қазақтың салтымен құда, құдағай атандық, бауыр жестік, барлығы құтты болсын, құдалығымыз жылдық болсын, күйеу жылдық болсын. Әрине қыздар деген батыр қауым ғой, өрісі кеңейтеді, ұрпақты жалғастырушы деп жатады. Міне өрісіміз кеңейіп жатыр, үй ішінен үйті болып, жылы болып жатыр. Балалар қай кезде де екі жаққа мейірімді болсын, өздерінің алдарына қойған арман мақсаттарына жете берсін. Мына үйде қартымыз бар, қарты бар екен қазынасы бар дейді ғой, алдағы үлкендеріңіз, қарттарыңыз аман болсын. Осы балалардың, немерелердің, шөберенің қызықтарын көріп, куәгері бола берсін. Ортада сіз біздіңіз ажырамасын. Құда құрдасындай, құдағай сырласындай болады дейді ғой, Алла сондай болуға жазсын. Тек қана дастархандарыңыз қуанышта, тойда жайсын. Екі ортаны жол қылып, дорба қатынап, жорға қатынасын, зорға қатынамайық. Осы тек қана амандықта, осы балалардың бақытын, осыларды қолдап, қай кезде де қуаныштарына бірге жүре берейік.
отбасыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздердің де шүкір әлі балалар бар ғой, барлығында да сізде де менде де әлі құдағайға болуға дайындық жасап бірінші кезеңнен өтіп жатырмыз. Түсірілгіден түңілме де жатады. Сіздерді көріп, өзімізді көргендей болып жатырмыз. Қай кезде де тек амандықта жолығайық, балалардың бақытты тойы үшін ғана қызмет атқарайық. Ой, бәрекелді. Теге, енді тілегімізді былай қалыңыз. Ой, бәрекелді. Ой, рахмет. Міне құдалар түгелдей тілек жеткізді. Міне осындай құдаларымыздың туысын берсін, жанұясына жан рахаттық ырысын берсін. Құдайға шүкір, бәріңіз тірісіздер, бәріңіз қазағымның гүлісіздер. Дүбірлеп тойба жасап жатқан, екі елдің алғырасын алтын көпір жасап жатқан ен байтақ даламыз бар. Бәріңіздің қызыңыз бар, балаңыз бар. Немеренің қызығын бәріңіз бірдей көріп, шөбере, шөпшектің қолын алмай жалаңыздар деген сіздерге. Міне осы бала шағаның қызығын шапқылап жүре беріңіздер. Рұқсат естіңіздер, құдаларымызға деген сияпатымыз бар, иә? Бер қарата оғын қаһарман аға Гүлнара деді, ортаға шығайықшы, бір минутқа естеліккесіңіз, бір минут жақында келейін. Сіздерге Гүлнара деді, бір қыздатып жатқандай құрбалшып тұрсыз бар, осы жерде келдер қалғыстамайсыз. Ал енді құрмет қошеметпен құдалығына шаман жасақ қана келіңіздер. Қошеметтен қойып ағайындар. Қалып бәрекелді. Аталыққа сай болды. Жаңағына костюм киген жігітет енді міне қыртой қазақ бай болды. Міне қазақи тілі шықты бәрекелді. Бәріміз жақынырақ жиналайық. Түгелдей құда мен құдағиды ортаға жақынырақ жиналайық. Бәріміз естелікке бір жақсы өткізіп беріп. Ал енді құрметті құдалар, ортаға керемет би қояды едім. Үлкен ас дайын болып түрілген. Асты тартып алайық қазір. Үлкен астан кейін барып арнайы би болады. Құдаларымыздың кереметтей құдағиларымыздың әні болады ортада. Соңға сіздерден кешірім сұрайын. Үлкен ас дайын болған екен. Ыстық кезінде алдарыңызға қойғанды жөн көріп отырмын. Еткеледі құдалар, еткеледі дастарханға еткелер жайғасқанда татулықтың берекенің кеттігені деп жатармыз. Енді рұқсат болса қанекей официант ұл-қыздарымыз дайын болса, үлкен асты тартып өтейік ортаға. Үлкен аста келіңіздер. Ал құдамыздың үлкені иләгүйемейді үлкен асқа бата жасаса. Құдамыздың үлкені де басқа. Бағайдың құдамыз. Ал өлей қолдары үлкен астың батасын алайық. Еш жамандық болмасын. Елдің сауығын дастарханның берекесін болсын. Алдай бақыт болып той тоймасын. Оумен бәрекелді, батаңыз бақытты болсын. Ал құрметті ағайындар, астан дәмнен алып отырыңыздар. Асаданның арқауы үлкен астың дәмнің үстінде керемет көңіл күйде отырыңыздар. Сіздерге арналған әңгімізге сала отыратын болайық. Ай бәрекелді, ал астарыңыз дәмді болсын, құрметті ағайын мен құдалар. Үлкен астың үстінде сіздерді тілек барысына шақырып мазаламайын. Ән көңілдің ажары деп болса сіздер астан дәмнен алғанша өнердегі бауырым Мұхтар әнінің орындауында бір керемет ауылға сағыныш әні болсын. Сол әннен кейін бір керемет осы ортада слайд шоу болады. Біздің кішкентай, біз үшін әлі кішкентай Гүлнара қарындасымыздың бүлдіршін сәбидің тәтті шағынан өткен мектеп барысындағы қызықтарын бір еске алып суреттен көретіп боламыз. Ал Мұхтар бауырдың орнына керемет ән болсын қанекей. Ауылға барам деп. Şerefine
Ой бәрекелді, ауылың жасасын деп, міне берекені осы құдалықтың ортасында отырған кезде жаңада ескерттім біздің Гүлнарадай қарындасымыздың бақытты балалық шағына бір естелік суреттерін көріп, бір слайд шоуға назар аударыңыздар. Рұқсат болса кішкене экранға қарайық. Енді қарасаңыздар, осы тосын сый болып жатқан сияқты бауырлардың атынан бақытты балалық шақ деген ғана келді. Бірге тамашалайық. Аналық жүректен шыққан ақ тілегім қабыл болсын деп Алладан тіледім. Бір Алла тіл көзден сақтасын, жолдарың ақ түзу болып басталсын. Екі жасқа арналған осы ақ тілек періштенің құлағына шалынсын. Гүл көрдім ерте құлпырған, тіршілік оған ұмтылған, бағыңның тілеп жанғаның жаным-ай, алаңдап жүрем сыртыңа. Жайнаған гүлдей қарағым, қайырлы болсын қадамым, үмітін ақта әкемнің жарқыным, сенімін ақта анаңның. Кеше ғана жүргендейсің балапандай бүктіршін, білім алып бой жетіп ой түзедің, қанатын қақып ұшып кеттің ұяңнан, қимастықтан ауылды менің жүрегім. Аққуы сенсің көлімнің, ақ көлі сенсің жерімнің, бақытты болсаң болғаны жаным-ай, арманы сол ғой еліңнің. Жайнаған гүлдей қарағым, қайырлы болсын қадамым, үмітін ақта әкемнің жарқыным, сенімін ақта анаңның. Қимайды ұзатқан жақ қыз баласын, жан жиын қалай ғана сыздамасын, құдалар алақанға салып бердік, жүректің жұлып алып бір парасын. Ата-ананың, бауырлардың жақсы ұлағатты тілектері болған болатын. Сол кішкене естілмей қалған жайы бар. Енді дегенмен де тағы да ыңғайы келіп жатса, техника дұрыс істесе тағы бір көрсетуді тағы да көрсетеміз. Енді құрметті ағайындар, дегенмен де міне екі жастың бақыты үшін жиналған жандар, бүгін ең басты мақсатымыз жастар бақытты болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын деп бір қошемет. Жаңа осы құдалардың тілек барысында, құдалар тарапынан алтындай біздің әулетке келіп отырған
Гүлмирадай құдағиымыз бар, құдашамыз бар. Ағды кеттейін. Әлші, жыршы деп осы бүкіл құдалардың атынан келіп, әлшілға беретін Гүлмира тәтемізді құрмет қошеметпен той төріне шақыртқан екен. Гүлмира тәте. Тойға құралаған кемей, сыр елі жыр елдеген атқа лайықты болса, әсем ән шашуын алып берген алдарыңызда Гүлмира тәтеміз ғана ке. Ал тәте келіңіз, сізді арнайы дайындап тұрып осы еттің үстінде, үлкен астың үстінде құдалардың атынан ән шырқалады деп ескерткен болатынбыз. Сіздердің алдарыңызға сыр елінің әні деп Гүлмира тәтемізге бір қошемет соғылса деген ойымыз бар екен. Қай рахмет. Ал енді мен енді сыр елінен келіп тұрып, ән айтпай кетпеуім менің дұрыс емес деп ойладым. Бірінші әнімді тойға арнаймын, екінші әнімді жас жұбайларға арнаймын. Әнді қабыл алыңыздар, реті кезде биге шығыңыздар. Бәрекелді. Тағы келесі бір ән.
арнаймын. Ортаға шақырамын. Қанекей ортаға вальс кетіп қалды болады. Жастар қанекей, құдағыларге. Гүлнара деген болатын сар елі жыр елі міне сіздерді керемет қуанышқа көңіл күй беріп жатқан Гүлнара демізге алғысымызды білдіреміз. Қанекей бәріміз дастарханға жайғасайық. Құрметті ағайындар, әлі атырақты болған жоқ, құрметті құдалар. Рұқсат етсеңіздер, міне ақ тілектің кезегін жеткізіп, қазір арнайы үзіліс болады. Сондықтан да дастарханның басын кішкене толтырып отырайық. Тілекті кімге айтамыз? Құдаға айтамыз, осы әулеттің үлкеніне айтамыз. Сондықтан да келіңіздер, құрметті ағалар, сыртта жүрген болсақ, дастарханның басына жайғасуларыңызды сұраймыз. Қанекей, антракты кезінде, үзіліс кезінде арнайы шығып суретке де түсіп жүрісімізді жалғастырамыз. Келіңіздер, дастарханымызда жайғасайық. Ар-бер жүріс болмасын, той иесіне, құдаларға деген сый құрметіміз болсын. Дастарханнан батасыз, үзіліссіз шығып кетпейік. Келіңіздер, дастарханға жайғасып алайық түгелдейді. Ағайындар, кішкене құдаларды дастарханның басына шақырсақ деп жатырмын. Дегенмен де осы әулеттің үлкендері, нағашы қауымы, құда жекжат осы дастарханда отырғаннан кейін бәріміздің бір ауыз тілегіміз бар емес пе? Сыр елі, жер елінен келген құдаларымызға деген көңіл күйін көрсетіп, жастарға бақыт дейтін сәтімізді осы сіздерге арнап жатқаннан кейін тыңдаушысы да керек шығар деп ойлаймын. Рұқсат етіңіздер, той төріне осы әулеттің алтындай нағашы қауымын той төріне шақырамын. Сұлу көлдің қасиеті сағасында, шөл біткеннің қасиеті ағашында, сұлу елдің қасиеті нағашыңда деп осы
нағашы тарапы үш жұрттан да шоқтығы биік болғаннан кейін алтындай нағашыларды той төріне шақырайын. Шәрбандай апамыз болса, Бағзат апай, Нұрлан аға, Назым, Ғали атты нағашылар қауымы той төріне десек, қана кейін көңіл күйді денеңе жағып, ақ батасын алып, мүлде тынбайсың, күнде сәлем салып, қонақ кесе шауып, ошағыңды жағып зырлайсың. Рахмет, мен ойлағам, Серік ағам серьезный, спокойный, ол кісі биге қатты келмейді екен. Ляззатта демдеген білмеймен, шапалақ ұрғаным болса би жағын қадырмады. Ал бірақ нағашылар тарапы кеп, ортан шашамада ойласам, әлі сіздерді қызамай жатыр екенсіздер. Дегенмен дұрыс қой, той халықтың қазынасы, қуана білмесең құт қонбайды, бағалай білмесең бақ қонбайды деп жатыр ғой. Бүгін сондай бақытты сәт, қуаныш сәт болғанымен аңқылдап, жарқылдап, ойнап күлгенге не жетсін деп жатырмыз. Ал құрметті құдалар, міне осы әулеттің нағашылар тарапы деп шақырдым, ақ тілек кезегі өздеріңізден дегім келеді. Ал ағасы, өзіңіз бастайсыз ғой деймін. Ал енді қарындасым, Серік, мен күйеу алдымен бауырым ғой, бауырым деймін. Мына біздің екі баламыз бақытты болсын. Гүлнара Рысбек бақыттарың жансын. Мына екі жақтағы ата-аналарым сыйлы балалары болыңдар. Және мына қуантып ертең немере шөбере сүйгізіңдер. Өзім келін асырмын, қыз басымда енді қолға жұттым сонда. Шаршам қарап кетті. Алғызат Серік, екі бала бақытты болсын. Құдағиың тоже сіздерге де келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Сіздерге де бақыт тілеймін. Дендеріңіз сау болып, әрқашан осындай кең дастарханда бойлай тойласаңыз. Не деген қошемет болды ағамыздың тілегіне. Өз 9 жылға жеткізген кезде кішкене пактерішке беріп қояды. Ал қыздар қауымы. Сіздер енді келген қадамдарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Түскен келіндеріңіз бақытты болсын. Оңаяғымен кірсін. Сіздерге денсаулық тілеймін. Серік, қыздардың жолы болсын енді, бақытты бір семья болсын, шаңырақтары биі, босағалары бері, терезелері тең болсын, керегелері кең болсын, екі жақты ата-аналарын сыйлап, жақсы келін атансын, мақтайтындай бір келін болсын. Енді қызым енді кетті деп жүректерінде болып тұрған шығар өздерің. Жақсы семья болсын енді, құданың бәрі жақсы сияқты, көзіміз көрді, ризамыз. Барған жердегі бақыт болып енді, жақсы жағынан тұрып кетсін. Тілейтін жақсылық, сіздерге де тілейтін жақсылық, денсаулықтарыңыз мықты болып енді, мына дерттен аман есен өтіп, заманымыз тыныш болсын. Баяғыда шабалақ болады деп, қазір білмейді. Сіздердің жол болсын, бақытты үйгілік семья болсын. Құдалардың аяғына гүл бітіп, тек қана осындай жақсылықта, молшылықта кезге берейік.
және Рысбек пен Гүлнараға бақыт тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Екеуі ұзақ ғұмыр кешсін, бақытты. Осы еліміз тыныш болсын, тек қана жақсылыққа ғана жайылсын дастарханымыз. Бәрекелді, айтқаныңыз келсін, міне жақсы тілек болды. Серік Ляззат, қызымыздың жолы ашық болсын, ел босағалары келіп, екі жаққа сыйлы болсын, жаңағы айтқан тілектерімізді. Келесі жолы бүкіл осылай дастарханда шілдеханаға келейік. Сол. Нағашылардың орындалсын армандары, той болсын күнде-күнде барғандары, осындай нағашылардың тілегіне шапалақ ұрғандар 100 жасасын, 99 жасасын қалғандар деге. Бәрекелді, дұрыс, кішкене қошеметтеп көтермелеп отырғанымыз дұрыс қой. Нағашылар қауымы тойға не алып келдік? Әмбі бейма. Ештеңе жоқ па? Только подарок. Беріп сат десек, только подарок десек. Бәрекелді. Рахмет сіздер. Қазір ортада үзілісте керемет би болады. Дегенмен де осы ортада өнерпаз ұл қыздарымыз жеткілікті болғаннан кейін осы тос барысында, тілек барысында тағы да өнерді қоса отырғымыз келіп отыр. Рахмет сіздер. Дастархан басына жайғастаңыздар болады. Құрмет, қошеметпен. Бәрекелді. Енді мына ұстаздық еткен жалықпас, үйретуде балаға деп. Сіздердің алдындай келіндеріңіз құдалар. Біздің қызымыз ұстаздық етіп артындағы ол қызды тәрбиелеп жүрген ардақты қызымыз. Енді сол ол қыздардың осы өнерге келіп, тойға келіп бір үлесін қосқысы келіп жатыр. Рұқсат етсеңіздер, Димаштай батыр бар арамызда. Әнімізді арнап, жырымызды арнап, осы бүлдіршіндеріміз бәрі осы әпкесінің тойына үлесін қосып жатыр ғой. Енді рұқсат етсеңіздер, бір тілек болсын, ағайын жекжаттың, ағайын туыстың осындағы бөтен ешкім жоқ. Сүт бетіндегі қаймақтары, сондықтан да міне әулеттің қуанышын бөлісіп жатыр ғой. Қуанышты бөлсең көбейеді деп, осындай той қуаныш әрқайсыларыңыздың әулеттеріңізде болсын. Сіздер де қыз ұзатып, келін алатын сәттеріңіз көп болсын деген тілек. Құрметті ағайындар, енді аға, жеңге, әпке, жезелердің жақсы бір тілегін тыңдап, ортаға міне үзіліске де шығатын сәтті жақындатсақ деп жатырмыз. Рұқсат етсеңіздер, осы әулеттегі міне аға, жеңге, әпке, жезелердің тілегін ортаға шақырып тұрып қоссақ деп жатырмыз. Ардақ, Алия, Нұрлан, Сәуле, Ержан, Шынар, Гүлмира, Эльмира, Гүлнар, Гүлназ, Алмас, Ляззат, Дәурен, Жұлдыз, Жандос, Лаура, Айбек, Бауыржан, Дидар, Гүлжанат, Аслан, Айгерім, Дархан, Дәулен, Дәулет атты көрдіңіздер ғой. Әулеттің аға жеңге, әпке, жезделер деп, ұпайдырдан. Көп саратыңдар әкей, әулеттің жақтар білесіңдер. Ақылдағдар қылдар әкей. Осындай көңіл күйге бір қошемет көрсетіп шын қуанып, ағылдап, жарқылап жүргеніміз жақсы болып қалды ғой өзімізде. Қолақтар билесе билейміз, ән айтса ән айтамыз, қолақтар мұңайса біз де мұңаямыз. Сіздермен біз тікелей байланыста екенімізді білесіздер ғой. Дәл сіздер билеп шыққанға өзімізде міне шабытымызға барғанымыз қалды. Ал жақынырақ келейік. Ал енді Құдай осы берекемізден айырмасын деп ол екіге бөлініп алып не қылып отыр, әпкелер жезілер бар ма? Бәрекелді, арамыздан үлкендерімізде міне тілек бастайық. Әулет жақсылары. Ал енді тыңда. Қыздың жолы жұмысқа дейді, мен жолдасына деймін, соны мен сөйлеймін. Гүлнара қызымыздың жолы болсын, үлкен шаңырақ иесі болсын. Гүлнара Рысбек, сендерге өмірдің бар жақсылығын, Аллах
анда үйленіп өмірлі шүбірлі болыңдар деп тілеймін. Ал мына құдағилар сіздерге айтарымыз, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, ұзағынан сүйіндіріп, осындай тек жақсылықтарда, қуаныштарда бір-бірімізге араласып жүре берейік. Бәрлеріңіздің дендеріңіз сау болсын осы жерде келген қонақтар. Сіздердің бәрлеріңізге де рахмет. Енді құрметті қонақтар, Гүлнара қызымыз сіздерге тастай батып, сұлтайсың сен. Күйеу бала бізге вечный болсын, енді орысша берейік. Бәріміз дендері сау болсын, бастар аман болсын. Әрқашанда осылай жақсылықта тойда кезге берейік. Осы жастардың бақытын тілеп, осылар аман болсын. Осылар деп отырмыз енді бәріміз осылар аман болып. Енді біз өзі бірталай жасқа келіп қалып дейсі. Осылар аман болсын, осылар тілеп отырайық. Әрқашан осылай жақсылықта сіздер де, мұн жақта біз де аман болайық. Осы екі жасын тілеп, аман есен бақытты болсын енді. Ан жақта сіздер, мұн жақта біздер бақытты болып. Аман сәлем дұрыс болып отырады. Ана бізде бір не бар енді, құда сіздерге дәлен шықамаңыздар. Татарларда бір сөз бар екен. Қыз өседі, ұл өседі, кетеді, немере түбіңе жетеді деп. Сол немерені бағып отыра беріңіздер, аман болсын. Ал жақсылығын. Енді құдалар адамдарымызға гүл бітсін, осылай құдалығымыз 1000 жылдық болып жараса берсін. Әрқашан тек осы екі баланың тек қуанышы мен қызығына тоймай, екі жақтı тек қана қуаныштарын тойлап жүре берейік. Сіздерге әрқашан денсаулық тілеймін. Біздің қызымыз сіздерге бақ құсы болып қонсын. Әрқашан екі жақты бірдей сыйлап, аман есен ортамызда күліп жүре берсін. Қадірлі қонақтар, бүгінгі тойдың иелері, ағалар, аналар, інілер, сіңілер, бүгінгі той құтты болсын. Той деп соның алыстан келіп жатыр. Тойымыз тойға ұласа берсін. Төрге шыққан құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Бүкіл осы отырған қауымға қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, жастар бақытты болсын дейді. Гүлнараның Қытайдың философы айтқандай, 1000 километрлік жерді қадамнан басталады дейді. Осы қадаммен өлшеген дейді. Осы 1000 километрлік өмір жолы өстіп осындай ойын тоймен, қуанышпен, бақытпен басталсын. Енді аспанымыз ашық, еліміз тыныш болып, тек қана осы тойларда басымыз жолығып, аман есен жүре берейік. Ақылды жалғастырайық тапсырып. Құрметті құдағилар, келіндеріңіз құтты болсын, әулеттеріңізге тек бақыт, бақыт әкелсін. Құдалығымыз енді 1000 жылдық болып, осылай тойларда араласып, аманымыз түзу болсын, әрқашан аман болыңыздар. Ал Серік аға, Ляззат апай, қарындасымыздың жолы болсын, бақытты болсын, ең басты. Гүлнар армандаған армандарыңа жет, бақытты болсын. Ал құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Енді бағанадан айтып жатқан тілектің бәрі қабыл болсын. Құдалар төрге шыққандарымыз құтты болсын. Ал енді аға Ляззат апай, мына енді жасап жатқан қыздарымыздың тойлары құтты болып, мына менің қызым көтеріп жатқан шаңырағы биік болып, босағасы берік болып, бір үлгілі семья болып, бақытты болсын. Осы құда мен құдағи екеулеріңіз, төртеулеріңіз қол ұстасып, осылардың және қызығын көріп, немере бағымға жазсын сіздерге. Енді осы ағам мен апайымның үйіне әрдайым тойға келмеген емес, тойға ұласа берсін, ұлдар үйленсін, той. Құрметті құдағилар, қонақтар, қош келдіңіздер.
бәріміздің жиналып отырған бір себеп Гүлнара мен Рысбектің өтеп жатқан шаңырақтары биік болсын, семьяға бақытты болсын, сіздер жаққа судай сіңіп тастай барсын, сіздердің семьяларыңызды сол бақытты қылсын, бақытты қылам деп барып жатсын. Құдайлар көрдегі орындарыңыз құтты болсын, мың жылдық болсын құдалық. Аға жеңгеме енді не тілейміз? Қыздарыңыз бақытты болсын, барған жерін бақытты қылсын. Сол Гүлнараның тілеуін сіздерге жүре беріңіздер, біз де тілеуін тілеп жүре береміз. Құдағылар екі жақта құдағылар бір-бірлеріңізге дорбаларыңыз бітпей, екі жақ Астана, Алматы деп жүре беріңіздер, дорбаларыңызды арқылап бір-бірлеріңізге. Көп немере шөбере сүйіңіздер, тек тойға жиналсын, осы дастархандарыңыз тек осындай тойға, жақсылыққа ғана жиналсын, аман есен жүздескенше. Ой, бәрекелді. Келіңіздер, бір ауыздағыда. Ал енді құрметті құдағилар, мына төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын, қадамдарыңызға гүл бітсін, және мына біздің Гүлнара қызымыздың орны құтты болсын, бақытты болсын. Мен аға жеңгем айтарым, қыздарымыздың тек қана жақсылығын көрдіңіздер. Енді Гүлнара о жақта сіздерді, бұл жақта біздерді жақсы қып, екі жақта жақсылықта әрқашанда сіз біз деп сыйластықпен осындай жақсы дастарханда кездесе берейік. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай жақсылық тілеймін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Әрқашанда осындай жақсылықта Гүлнара қызымызбен Рысбек күйеу баламыздың ары қарай да жақсылықтарын көріп біз қуана берейік. Сіздерге де жақсылық көрсетіп, бізге де жақсы көрсетіп, осындай әрқашанда қуанышта жолыға берейік. Ассалаумағалейкум, тойшылығым. Ал құдалар мен өзім таныстырып өтейін. Зиядан апамызды бәріміз танисыздар осындай жерде. Апамыздың бауырының ұлы болым. Мынау енді індетке байланысты көп ағайын туысқандар келе алмай жатыр жан-жақтан. Мына жерде бір 20% ғана отырған шығармыз. Ағайын туысқан әділде Алланың арқасы, одан кейін апамыздың арқасы. Мың рахмет. Бір кішкене не айтып өтейін, бұл кісілердің берекелігіне, тату-тәттілігіне арқастай куәгер болып отырған өсіп келіп отырмыз. Берекелігіміз үзілмесін. Апамызға рахмет. Мынау тұрған бауырларым бар, қарындастарым бар. Соның ішінде Гүлнара қарындасымда мына кішкентай бүйтетіндер сияқты ойнап күліп жүретінбіз келгенімізде. Алланың қалауымен уақыт келіп, құда болып, құдағи болып жатырмыз бұл жақтан. Адам берісіп, адам алысып. Енді төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Сіздерге мынау ботадай сүйкімді қарындасымыз аманатқа қиянат жасамайсыздар деп ойлаймыз. Өрістеріңіз өсірсін. Мен қарындасымды білемін, сенемін. Осындай тойлар көбейе берсін. Әрқайсысыңыздың шаңырағымызда тек жақсылық, қуаныш, береке бірлік болсын. Аллах тағалам тек тойға ғана басымызды босымызды жазсын. Мынау өмірде жаман індет болып жатыр. Сол індеттен аман есен бәріміз өтейік. Тек тойда жолығайық. Ал енді Серік аға, Ляззаттың мынау енді мәпелеп өтірген қыздарыңыз бәрі енді сіздерге жақын ғой енді. Қасында өсірдіңіздер, жеткіздіңіздер. Оңай емес. Бақытты болсын. Келесі жылы енді бір шілдеханада жолығайық. Алланың қалауымен. Той құтты болсын. Бәрекелді. Ал қосатын бармыз ба, болдық па, түгел қосыламыз ба? Бер жақтан әпкелер, жезделер, ағалардан бір ауыз қосылатын сіздер бар ма? Тілек айтамыз ба, жоқ? Билейміз деді, бәрекелді. Ал жиналып жақын келейікші, бір тілекке шыққаныңе бәріміз естелікке суретке түсетініміз бар еді ғой. Жақынырақ жиналып алайық. Келіңіздер, естелікке міне әдемілеп тұр, суретке түсіп алайық. Келіңіздер, жақсылап жиналыңыздар. Міне бүгінгі тойдан естелік құдалардың алдында керемет тілек жеткізіп, ән көңілдің ажар деп, сол әнге қазір билейтін боламыз. Ой, құрметті ағайындар, бәріміз жайғасып алайықшы дастарханның басына.
Құрметті ағайындар, құрметті құдалар, бүгінгі міне әулеттен алып отқан келіндеріңіз өнер ортасында жүргеннен кейін өнерпаз ұл-қыздарымыздың басым екенін көрсетіп жатырмыз ғой. Бәрі келіп шын көңіл ақ ниетте бір әнін ұсынғысы келіп жатыр. Баланың бетінде қақпаймыз. Ал енді рұқсат етсеңіздер, бүгін жастар бақытты болсын деген жандар, бір қошемет соғып алайықшы ортада. Ай, бәрекелді. Ал енді алтындай құдалар, сіздердің келіндеріңіз, біздің осы Гүлнарадай қарындасымыз өнер ортасында жүргеннен кейін міне 4 айдан бері даусын өзімізде сағындық. Бүгін құдалық болады, той болады дегенге осы қызымыздың бір әнін тыңдайық деп бізде асыға күткен сәтіміз болған. Енді Гүлнараны ортаға құрметті қошемет, келе қош Гүлнара, қошемет болса. Отырақ қошемет қойса. Бәрекелді жаның ашимыны, барған жерде бағың ашылсын, осы өнердегі алтындай қарындасымыздың бірі. Әрине, қыз мұраты кету, жол мұраты жету, ондайға шектеу ұстамаймыз. Өнерде өмірде жүргеннен кейін осы келіп, бүгін ел жұртың алдында әжесіне арнап, және де қос анасына, қос әкесіне арнап, Гүлнара қарындасымыздың керемет әні болса деген жандар бір қошемет көрсетсе. Бәрекелді. Ал Гүлнара, өзің әнің болсын. әнімізді тағы жалғастырсақ мінекей. Ортаға келсеңіздер сіздерде.
айтқаны келмейді ғой. Анасыз үйдің берекесі болмайды, анасыз үй мерекеге толмайды. Анаң болса, әкең болса, тірісінде құрметте, өлгеннен соң орны толмас. Сол қайғы дейді, ата-аналар аман болсын деп бір қошемет көрсетіп қойды. Ал енді дастарханға жайғасайық. Құдалардан ас қайыру батасын алайық. Одан кейін ортада міне жарты сағат үзіліс болсын деп жатырмыз. Иләһи әмин, қол жайық міне. Үлкен астың батасын берген құдамыздан ас қайыру батасын алайық. Отбасымыздың ашылман болсын, дастархандарымыз берекелі болсын. Істеген кәсіптеріңізге береке беріп, той думау қуаныштылайық болсын. Бәрекелді. Ал енді